Go and see for yourself. Франкенштейн ғылыми фантастика және қорқыныш әлемі. Франкенштейн ағылшын жазушысы Мэри Шеллидің 1818 году жазылған романы. Бұл шығарма ғылыми фантастика мен готикалық әдебиеттің негізін қалаған туындылардың бірі. Роман адамның ғылымды шамадан тыс қолдануының салдарын көрсетеді. 1816 году Женева көлінің жағасында Мэри Шелли өзінің әйгілі романын жазуды бастады. Ол күйеуі Перси Шелли және лорд Байронмен бірге үрейлі оқиғалар туралы жарыс ұйымдастырды. Осы шабыттанған түннің нәтижесінде Франкенштейн романы дүниеге келді. Ғалым Виктор Франкенштейн өлімді жеңу үшін эксперимент жасайды. Ол әртүрлі дене бөліктерінен жасалған тіршілік иесін электр қуаты арқылы тірілтеді. Бірақ оның туындысы монстр адамдардан қорлық көріп кек алуға шешім қабылдайды. Франкенштейн ең алғашқы фантастикалық дыбысты фильм. 1931 году шыққан Франкенштейн фильмі ғылыми фантастика мен қорқынышты жанрды біріктірген алғашқы дыбысты киноның бірі. Фильмді режиссер Джеймс Уэйл түсірген, ал басты рөлді әйгілі актер Борис Карлов сомдаған. Фильмнің оқиғасы. Ғалым Виктор Франкенштейн өлімді жеңіп, жаңа өмір жасау үшін эксперимент жүргізеді. Ол өлі денелердің бөлшектерінен тіршілік иесін құрастырып, найзағайдың электр қуатын пайдаланып, оны тірілтеді. Бірақ бұл тіршілік иесі монстр болып шығады. Монстр адамдармен қарым-қатынас орнатуға тырысқанымен, оның қорқынышты бейнесі айналасындағы адамдардың үрейін ұшырады. Ол қорлыққа ұшырап, ашуға булығып, кек алуға кіріседі. Фильмнің маңызы. Франкенштейн кино тарихындағы ең ықпалды қорқынышты фильмдердің бірі. Бұл фильм ғылыми фантастика мен қорқыныш жанрын біріктірген алғашқы дыбысты фильмдердің бірі болды. Монстр бейнесі кинематографияда культтік образға айналды. Голливудтағы қорқынышты фильмдердің дамуына үлкен әсер етті. Фильмнің табысы өте жоғары болды. Сондықтан 1905 году оның жалғасы «Невеста Франкенштейна» режиссері де Джеймс Уэйл жарық көрді. Бүгінгі таңда Франкенштейн классикалық киноның алтын қорына енген және ғылыми фантастика мен қорқынышты жанрдың дамуына ықпал еткен маңызды туынды болып саналады. Открываем дверь без ключа. Тамақ іштіңдер ме? Иә, есқара бір помидор жеп алды. Тәуіп пен Шәріп. Жалпы ақпарат. Атауы Тәуіп пен Шәріп. Шыққан жылы 2025 жыл. Жанры комедия, мюзикл. Режиссер Анвар Маджанов. Идея авторлары Есқара Бейбітов, Бағлан Шеріпбаев. Басты рөлдерде Бағлан Шеріпбаев, Есқара Бейбітов. Премьера күні 27 наурыз 2025 жыл. Сюжеті. Есқара мен Шәріп өмірден өз орнын таба алмай жүрген екі дос. Олар оңай жолмен ақша табу үшін түрлі айлакерлікке барады. Танымал әртістер болып көрініп, алыс ауылдарда концерт ұйымдастырып, халықты алдап табыс табады. Бір күні олардың алаяқтығы әшкере болып, қашуға мәжбүр болады. Жолда олар өзін Тәуіп ретінде көрсетіп, адамдардан көп ақша алып жүрген біреуді байқап, осы кәсіпті қолға алуға шешім қабылдайды. Күтпеген жерден олардың емшілік, даңқы бүкіл елге тарайды. Бір күні бай әйел Роза келіп, сал болып қалған әкесін емдеуді сұрайды. Бұл оқиға оларды үлкен таңдаудың алдына қояды. Шындықты мойындау ма, әлде жалғандықпен өмір сүруді жалғастыру ма? Фильмнің ерекшеліктері. Қазақстанның танымал әзілкештері мен блогерлерінің қатысуы. Ауыл өмірінің шынайы әрі күлкілі көрінісі. Қызықты оқиғалар мен әсерлі әзілдер. Музыкалық қойылымдар мен ерекше көріністер. Қылым мен плацебо эффектісі. Адамның өзін емделіп жатырмын деп сенуі арқылы жағдайының жақсаруы. Сыни ойлау қажеттілігі. Адамдардың жалған емшілерге алданып қалмауы үшін
Псевдонаука. Жылыми дәлелденбеген емдеу әдістерінің қауіптілігі. Алаяқтық психологиясы адамдардың сенгіштігін қалай пайдаланады. Тәуіп пен Шәріп. Тек күлкілі оқиғаларға толы комедия ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы сенгіштік, алаяқтық және жалған ғылым туралы ой салатын сатиралық фильм. Ал сіз қай фильмді көрер едіңіз?